Түркі халықтарының музыкалық дәстүрі. Сабақтың мақсаты музыканың түрін, стилі мен жанрын, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау, тыңдалған шығарманы талдау. Сабақтан білетінің дәстүр, музыкалық дәстүр туралы білесің. Түркі халықтарына қай халықтарды жатқызуға болады, мәліметпен танысасың. Тува, хахас, башқұрт халықтарының музыкалық дәстүрі, ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратуды үйренесің. Халық әндерін тыңдап, талдайсың. Әр халықтың өз дәстүрі бар. Дәстүр дегеніміз ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде жеткен өмір салты, әдет-ғұрпы, тілі, мәдениеті, өнері. Музыкалық дәстүр әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан өзіне ғана тән аспаптық және әншілік музыка өнері. Түркі тілдес халықтар өте көп. Әзірше зерттеліп отырғаны тек біздің заманымызға дейін 3 ғасырда шығыста орналасқандарының бір бұтағы ғана. Оның өзі тай жазба деректерінен белгілі болып отыр. Түркі тілдес ру тайпалардың негізінен мал шаруашылығымен айналысуы, олардың үнемі көшіп қонуына себеп болса, ал мал басы артқан сайын жайылым жерлердің тарлауы олардың жерін кеңейтіп отыруды талап етті. Бүгінгі таңдағы түркі тектес ұлттардың ұлт болып қалыптасқан аймағын негізінен 6 топқа бөлуге болады. Олар шығыстан бастап, Кіші Азия жеріне дейін мына аймақтарға орналасқан. Бірінші, Еділ жайық өңірінде татар, башқұрт, шуаш, қырым татарлары. Екінші, Кавказ үстіртінде Әзербайжан, Қарашай, Балқар. Үшінші, Тұран ойпатында қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен, қарақалпақ. Төртінші, Шығыс Түркістанда ұйғыр. Бесінші, Сібір мен Шығыс Азияда Саха, Шор, Хакас, Алтай қырғыздары. Алтыншы, Кіші Азияда түркі ұлты. Ұлт болып қалыптасу өте күрделі мәселе. Кез келген үлкенді кішілі ұлттар ұлт болып қалыптасу үрдісінде басынан мыңдаған жылдарды өткізеді. Біріккен ұлттар ұйымының құрамында түркі тілдес 6 ел бар. Олар Түркия, Қазақстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркменстан. Бүгін сіздер Тува, Хахас, башқұрт халықтарының музыкалық дәстүрімен танысасыздар. Тува халқының мәдениеті ерте заманнан салт жора, әдет-ғұрып және ұлттық музыкалық дәстүрлермен тығыз байланыста дамып отыр. Музыкалық аспаптарының 20-дан астам түрі сақталған. Олардың біразы Құдайға табыну кезіндегі діни жоралғыларды сүйемелдеу үшін пайдаланылған. Музыкалық аспаптардың ішінде қазір үшбұлур, игил, комуз, чагадан, шор, домбыра, біздің даңғыра көп қолданылады. Тува халқында ежелден жақсы дамыған көмеймен ән салу дәстүрі ерекше орын алады. Туваның көмеймен ән салу дәстүрін тыңдайық.
Хақас халқының мәдениеті Тува музыкалық мәдениетімен туыстас келеді. Ұқсас. Хақастарда мифтік аңыз әңгімелер, ертегілер, батырлық тарихи жырлар сақталған. Халық әндерінің кең тараған түрлері тақпақ пен ыр. Тақпақ, ыр деген бізше жыр. Тақпақ өлеңді ойдан суырып салма шеберлігі. Бізде суырып салма ақындар сияқты, я? Ыр белгілі бір мәтінге құрылады екен, сонда ол біздің ән. Эпос шығармалары шатқанның ішекті соқпалы аспаппен сүйемелдеумен ерекше көмей дыбыстары хай арқылы орындалады. Көне музыкалық аспаптары қомыз домбыраға ұқсайды, ық біздің қобызға ұқсайды. Башқұрт халқының музыкалық дәстүрі. Тұрмысында, тілінде, дәстүрінде, музыка өнерінде башқұрт пен қазақтың ұқсастығы көп. Терме, батырлар жырдастандары екі халықта да бар. Башқұрттар әнді жеке де, қосылып та айтқан. Сонымен қатар әнді көмеймен орындау дәстүрі де қалыптасқан. Аспаптарының ішінде қурай аспабының орны ерекше. Башқұрттың халық әнінен үзінді тыңдайық. Қоратау этно-фольклорлық ансамблі.
тыңдаған музыкалық шығармалардан нені түсіндің? Түркі тілдес халықтарының музыкалық аспаптарының тембрлары қандай екен? Туба, қақас, башқұрт музыкалық дәстүрлері қандай ұқсастығы мен айырмашылығы бар екен? Осы сұрақтарға жауап бер.